Сәлем достар, бүгін біз Five Nights at Freddy's симулятор ойнайтын боламыз. Оны достар біз алдымен Play Marketке қалай басу керегін көрсетейін. Алдымен Play Marketке кіріп, FNASым деп жазамыз. 2 десеңіздер де болады, бәрі ғой. Біріншісін басасыздар. Оның аты негізі FNASымда, бірақ анаяқта Five Nights at Freddy's симулятор болып тұрады кіргенде. Сондай баг ба бір нәрсе, короче. Осыны басасыздар. Сосын кейін кіресіздер. Енді сыртпайды бассаңыз 74 сондай мегабайт. FNAF 1-ді ойнауға болады. Бұда FNAF 2-ні ойнауға болады. FNAF 3-ді ойнауға болады. FNAF 4, FNAF 5 болмайды достар. Короче, ойнауға болады. Бұл ойын мақсаты біз охранник емес, аниматроник боламыз бұл жерде. Мысалы мен FNAF 3 таңдап, Springtrap таңдаймын. Мен достар. Яркостан қатты көбейтіп көріп алыңыздар. Мен қатты ойнайын. Так, қанса бұлай. Мұны, короче, адамдар ұстап алуларын керек. Адам дегенде охранник ұстауларын керексіздер. Мынамен джойстик бит жүресіздер. Алдымен қатты жүгіресіздер, короче. Достар, бірақ бұда да кішкентай багтар бар. Кішкене болсын. Қанан ұсталыншы мен. I always come back. Достар, короче, бұл түрлі ойнайыз, бірақ нормально. Енді FNAF 2-де той бойны болып көрейік. Мына FNAF 2-ның картасы. Қараңыздар достар. Ана охранниктің. Короче,